Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен сары өріктен осындай натуральный сок жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай сары өріктер қажет болады. Өріктердің неғұрлым осылай езіліп піскен түрі болса, соғымыз соғұрлым дәмдірек болады. Ең алдымен өріктерімізді осылай дәндерінен ажыратып тазалап аламыз. Тазаланған өріктерімізді үлкендеу ыдысқа салып, блендердің көмегіменен жақсылап езіп аламыз. Егер де блендер болмаса, мясорубканың көмегіменен езіп алсаңыздар да болады. Ешқандай түйіршік қалдырмай, біркелкі етіп осылай езіп аламыз. Көріп отырғандарыңыздай, осы табағымызда өрігіміз сәл ғана толмай шықты. Енді суымызды 2 еселеп, яғни осылай сәл толмаған 2 табақ суымызды үлкендеу ыдысқа құйып, жақсылап қайнатып аламыз. Үстіне 1 килограмм қантты салып, оны да жақсылап қантымыз ерігенше қайнатамыз. Қайнап тұрған 2 табақ суымыздың үстіне 1 табақ өрігімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де толықтай қайнағанын күтеміз. Шырынымыз қайнағанша банкілерді осылай булап стерилизация жасап аламыз. Мінекей шырынымыз 1 рет қайнады, үстінде осылай көбіктері шығады, соны алып тастаймыз. Және де баяу отта 15 минуттай қайнатамыз. Дайын болып қалған шырынымыздың үстіне 1 шай қасық лимон қышқылын салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің шырынымыз дайын болды. Енді оны оттан алып, банкілерімізге құя берсек болады. Шырынды осылай ситадан өткізіп алып, банкілерге құйып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша бұлай ситадан өткізбей құя берсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Мен шырынды ситадан өткізіп құйғандықтан менде шамамен 6 литрдей ғана шырын шықты. Егер де сіздер ситадан өткізбей құятын болсаңыздар, яғни мякотимен бірге, онда шамамен 10 литрдей шырын шығады. Банкіге құйылған шырындарымыздың осылай қақпақтарын жауып шығамыз, және де төңкеріп қойып, беттерін жылы орамалмен немесе көрпешелерменен жауып, 1-2 күнге қалдырамыз. Мінекей осымен біздің 100% табиғи өрік шырынымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әрі балаларыңызға да ұнайды. Назар қойып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.